Аймақ жаңалықтарына ойыссақ, 2023 жылдың наурызынан бастап жеке тұлғалар өздерін банкрот деп жариялауға мүмкіндіктері бар. Сондай-ақ ел ішінде жалпыға бірдей декларациялаудың екінші кезеңі басталды. Осыған орай облыстық мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкерлері салық заңнамасына енгізілген өзгерістер мен жаңашылдықтар бойынша семинар өткізді. Семинар барысында салық төлеушілерге жалпыға ортақ декларацияның екінші кезеңіне өту барысы қалай жүзеге асатыны айтылды. Наурыз айынан бастап жүзеге асатын жеке тұлғалардың өздерін банкрот деп жариялаудың шарттары егжей-тегжейлі түсіндірілді. Салық заңнамасына енгізілген басқа да жаңашылдықтар туралы сөз болды. По основным изменениям Ең негізгі жаңашылдықтың бірі қызметкерлердің жалақысынан төленетін бірыңғай төлемнің енгізілуі. Бірыңғай төлемге қызметкерлердің табысынан жеке табыс салығы, міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушілердің міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға жарналар мен аударымдар енеді. Аталған төлем жеке табыс салығы мен әлеуметтік төлемдерді есептеу мен төлеуді жеңілдетеді. Бірыңғай төлем мөлшерлемесі биылдан бастап 20%-ды құрайды. Бұл мөлшерлемені кезең-кезеңмен ұлғайту көзделген. Ал келесі жаңашылдық жеке және заңды тұлға, резидент емес тұлғалардың табысынан жеке табыс салығын ұстап қалу кезінде есептелетін дивидендтік төлемге қатысты. Мәселен, осы жылдан бастап жеке тұлғалар үшін дивидендтік төлем мөлшері өткен жылдағыдай 5% емес 10% деп бекітілген. Сондай-ақ арнайы салық режиміндегі өзгерістерге байланысты бөлшек сауда салығы белгіленген қызмет түрлеріне ғана қолданылатын болады. Жауапты мамандар көпшілікті толғандырған оңалту және банкроттық туралы заңнаманың басты талаптарын айқындап берді. По данному законодательству он предусматривает 3 вида процедур. Аталған заңнама үш негізде жүзеге асады. Соттан тыс банкроттық, төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мен сот шешімімен банкроттық жариялау. Соттан тыс банкроттық қарызы 1600 айлық есептік көрсеткіштен аспай 12 ай бойы берешегін қайтара алмай жүрген, өз атына жеке мүлкі тіркелмеген азаматтарға қатысты қолданылады. Екіншісі төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Бұл 5 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігін қарастырады. Ал қарыз сомасы 1600 айлық есептік көрсеткіш, яғни 5 миллионнан жоғары болған жағдайда сот банкроттығы рәсімі қолданылады. Банкроттық рәсімінен өткен азаматтар үшін бірқатар шектеу бар. Бұдан бөлек қасақана және банкроттық үшін қылмыстық жауапкершілікке дейін қарастырылған. Бұдан былай қолданысқа енгізілген заңнама шарттары банкрот деп танылған тұлғаларға несие беретін қаржы ұйымдарының да жауапкершілігін көздейді. Егер заңға сәйкес тіркелмеген банк немесе несиелеу мекемесі болса, реттеуші оған лицензияны тартып алуға дейінгі талаптар қойылады. Мамандардың сөзінше, жалпы банкроттықты қолдану жеке тұлғаларға қарыз жүктемесінен арылуға және белсенді экономикалық қызметті бастауға мүмкіндік береді. Арай Нығметоллақызы, Мақсат Нығметов, Алтай ақпарат.